Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді осындай құймақтың рецептінен бөлісемін. Орысша айтқанда ажурные блинчики. Бұл құймақтың бір ерекшелігі, мұның құрамына су қосылып жасалынады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге қажет заттар: 2 жұмыртқа, ұн, жылы сүт, 1 стақан, 1 стақан қайнаған су, 2 ас қасық сұйық май және дәміне қарай тұз қосамыз. Ең алдымен жұмыртқамызға көз мөлшерде тұз қосып, қалауыңыз бойынша егер тәтті қылам десеңіздер, қант қоссаңыздар болады. Осылай жұмыртқа мен тұзды жақсылап араластырып аламыз. Кішкене көбігі шыққанша, жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін 1 стақан суымызды құямыз, қайнаған суымызды құямыз. Әбден көбігі шыққанша жақсылап араластырып аламыз. Араластыра отыра жылы сүтіміз 1 стақан жылы сүтімізді құямыз. Жақсылап араластырамыз. Араластыра отыра ұнымызды қосып аламыз. Ұнымызды қосып жақсылап араластырамыз. Осылай 1 келкі сұйықтық шыққанша жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін 2 ас қасық сұйық майымызды қосамыз. Осындай сұйықтық шығу керек. Қою емес, қатты сұйық емес. Енді осы сұйықтықты құймақты тапаға, қызып тұрған тапаға кішкене сұйық май жағып алып, бірінші сұйық май жағып алып, келесін бірден сұйықтықты құйып пісіре береміз. 2 жағын әбден пісіріп аламыз. Ортасына сары май жағып жақсаңыздар да болады, қалауларыңыз бойынша. Өте жұмсақ болған қаласаңыз, сұйық май жағып отырсаңыздар болады арасына. Біздің құймақтар дайын, осындай дәмді, жұқа, кестелі болып шығады. Рецепт ұнады деген ойдамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте оңай. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк басып пікір қалдырыңыздар.